Жақсы балдар. Мен сендерге бүгін ертегі айтып берейін деп келдім. Шолақ пен қасқыр деген ертегіні айтып берейін, жақсылап шуламай әдемі деп тыңдап отырыңдар. Ертеде ешкі жүні көрдеде орманда Жетілақ анасымен бірге үйшікте тұрыпты, Жетілақ. Көрді ме? Жетілақ. Анасымен бірге орманда үйшікте тұрыпты. Тату тәтті, жайма шуақ күнде бәрі емін-еркін өмір сүріп жатады. Күндердің күнінде анасы орманға барып, лақтарын шақырып алады, сендерге мен тамақ әкеп берейін орманнан. Сендер есікті ешкімге ашпаңдар. Қасқыр бізді жеп қояды бәрімізді деп ескерту жасайды. Сөйтеді дағы лақтардың бетінен сүйіп шығып барады. Қайтып келеді де тағы ескерту жасайды. Қасқырдың аяғы қара болады, менің аяғым ақ, ешкімге есік ашпаңдар деп ескертеді. Сөйтіп орманға кетеді тамақ әкелуге лақтардың анасы. Бір уақытта бұны аңдып тұрған қасқыр, байқап тұрған қасқыр үйшікке келіп, біраз уақыттан кейін есікті тақылдатып, лақтарым, шұнақтарым, мен сендерге тамақ әкелдім, есікті аша қойыңдар лақтарым дейді. Лақтар ұялады қасқырдың даусын, қандай болады қасқырдың даусы? Жоған болады, лақтарым, шұрақтарым, мен сендерге дәмді тамақ әкелдім, есікті ашыңдар дейді. Бірақ лақтар не дейді? Жоқ, сен біздің анамыз емессің. Біздің анамыздың дауысы жұмсақ, әрі жіңішке дейді, біз есікті ашпаймыз, сен қасқырсың дейді. Бұған ашуланған қасқыр шығып кетеді дағы дүкенге барып құрт сатып алады. Сөйтіп бір құртты жеп кеп, біраз уақыттан кейін есікті тақылдатады екен. Лақтарым, шырақтарым, шұнақтарым, есікті аша қойыңдар, мен сендердің аналарың боламын, сендерге тәтті тамақ әкелдім орманнан дейді. Бұған сенген лақтар есік ашайын деп жатқан кезде, лақтардың ішінде біреуі ашпа оның аяғын көреді. Қандай екен, аяғын көрсет дейді қасқырға. Өйткені жаңа анасы айтып кетті, қасқырдың аяғы қандай болады екен? Сөйтіп есіктің саңлауынан сығалап қараса, қасқырдың аяғы қара батыр екен. Жоқ, сен біздің анамыз емессің. Біздің анамыздың аяғы ақ. Қасқырсың деп тағы да есікті ашпай қояды. Бұған ашуланған қасқыр не істейді? Келіп наубайшыға келеді. Наубайшы, мен енді ет жемеймін. Маған нан мен бәр ішпеймін. Сондықтан 11 шамалы 11 аласың да дейді. Сөйтіп үйшіктің жанына келді. Қасқыр оның барлығын аяғына сеуіп алады. Сөйтіп қасқырдың аяғы қандай болады? Ақ болады енді. ұн жеткеннен кейін ақ болады ғой аяғы. Сөйтіп тағы үйшікке келіп тақылдатып есікті. Лақтарым, мен сендерге тәтті тамақ әкелдім, есікті аша қойыңдар дейді. Лақтар аяғыңды көрсет дейді қасқырға. Қасқыр жіңішке аналар екен дейді де, есікті ашып қалады. Сол кезде қасқыр кіріп келеді дағы лақтардың бәрі қуады. Сөйтіп бір лақ үстелдің астына тығылып қалады, біреуі кроваттың астына тығылып қалады, біреуі көрпенің астына тығылып қалады, біреуі пештің ішіне кіріп кетеді, біреуі киімнің арасына тығылып қалады, біреуі перденің астына тығылып қалады, біреуі қабырғада тұрған сағаттың ішіне кіріп кетеді бір лақ. Сөйтеді қасқыр лақтардың барлығын жеп қояды. Қуып жүреді, алтауын жеп қояды дағы, тояды. Қасқыр тойғаннан кейін 7-ші лақты деп таламайды, әрі тойғаннан кейін не болады ол? Қайтадан өзі орманға қарай үйден шығып кетеді, бір-ақ лақ қалады, қабырғада сағаттың ішінде тұрған бір ғана лақ қалады. Содан кейін қасқыр тұрған өзеннің жағасында талдың түбіне барады дағы, тойғаннан кейін ұйқыға басады, ұйықтап жатады қорылып. Сол кезде лақтардың анасы келе жатады үйіне қарай. Сөйтіп келе жатқан кезде есік ашық тұрғанын көріп, бір жамандықтың болғанын сезіп, лақтардың анасы айқайға басады. Келіп үйге келіп, лақтарым деп аттарын атап, әрқайсысын шақырса ешқайсысы шықпайды. Сөйтіп қабырғада ілулі тұрған сағаттың жанына келіп, сол лақтың атына қарағанда ол дағы шығып, болған жайдың барлығын анасына айтып береді. Анасы қамығып қалады, енді лақтардың бәрін қасқыр жеп қойғаннан кейін. Сөйтіп жалғыз ұлағын ертіп орманға қарай шығып бара жатқанда, талдың түбінде ұйықтап жатқан кімді көреді? Қасқырды көреді, қасқырды көреді. сөйтеді дағы қасқырдың іші бүлкілдеп жатады. Сол кезде ойына келеді, мен лақтарым әлі тірі екен ғой бұның ішінде, құтқарайын дейді дағы, анасы ылағын үйіне қайша кеп деп жұмсайды. Сөйтіп өзі 6 тас теріп алады жерден. Сөйтіп қасқырдың ішін жарып, орнына лақтардың орнына не қойып қояды? Тастарды қойып қояды лақтардың орнына. Қасқыр ұйықтап жатады білмей. Одан кейін лақтарының бәрі анасын құшақтап, бәрі аман есен құтқарады лақтарын. Бір уақытта қасқыр ұйқыдан тұрса, іші ауыр, не болды, лақтың бәрі сасқа айналып кеткен ба деп шөлдеп су ішкісі келіп, қасындағы өзенге келеді. Сөйтіп өзеннен су ішейін деп жатқан кезде қасқыр өзенге не қылады? Батып кетеді. Құтқарыңдар дейді, бірақ қасқырды құтқаратын ешқандай ешкім болмайды, ешкім құтқармайды. Сол кезде Жетілақ анасымен келіп, өзенге батып бара жатқан қасқырды көреді. Не қылады? Қуанады. Енді бізге ешкім тиіспейтін болды. Біз емін-еркін өмір сүретін болдық деп қуанып, секіріп, барлығы анасымен бірге бақытты ғұмыр кешіп жатады, өмір сүріп жатады балалар. Балалар қандай ертегі ұнады ма сендерге?